Ғалам аруы 2021 халықаралық сұлулық байқауының жеңімпазы кім? Қазақстан атынан сынға түскен алматылық ару Азиза Токашева үздіктер қатарынан көріне алды ма? Осы жайлы толығырақ білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Ал егер каналға жазылмаған болсаңыз, каналыма жазылып, лайк басып, қоңырауды басып қойыңыз. Бұл маған шабыт сыйлайды. Ал кеттік ендеше. Сонымен 80 елдің қас сұлу арасынан суырылып ғалам аруы тәжін таққан бойжеткен қай елдің тумасы болды екен? Бұл орынға биыл үнді аруы Харна Санху әбден лайық деп танылды. 21 жастағы сұлу Чандигархта тұрады және модель болып жұмыс істейді. Инстаграм парақшасында 1 миллион оқырманы бар. Оған ғалам аруы тәжін бұрынғы жеңімпаз мексикалық Андреа Меса тақты. Ал халықаралық сайыстың финалы биыл алғаш рет Израильде Қызыл теңіз жағалауында өтті. Лалила Мсвани оңтүстік Африка мен Надия Феррейра Парагвай елінен екінші және үшінші болып мәреге жетті. Үздік ондыққа Аруба, Колумбия, Франция, Үндістан, Парагвай, Филиппин, Пуэрто-Рико, оңтүстік Африка, Багам аралдары мен Америка құрама штаттарының өкілдері кірген. Қазақстан намысын қорғаған Азиза Токашева жартылай финалда өнер көрсетті. Алайда бұл сайысқа ел атынан Айдана Хантаева қатысуы тиіс болатын. Байқау 170-тен астам елде тікелей эфир арқылы көрсетілді. Ал сізге қай елдің аруы көбірек ұнады? Комментарийге жазып кетіңіз.